Кешіруді адамдар ұмыту деп есептейді, бірақ шындығында бәрі басқаша. Кешіру ол болған жайды ұмыту немесе көңіл күйінде ештеңе болмағандай жауып тастау деген сөз емес. Өзіңе тиімді жолмен кез келген сезіміңді саналы түрде басқара білу. Себебі сіз қаншалықты өзіңізге жауап бере алмаған сайын, сіздің өміріңіздің қожайыны басқа адам болмақ. Ренжіген адам әрдайым өзінің өмірлік энергиясын, Алладан берілген күш-қуатын, денсаулығын күнделікті басқаға беріп отырады. Біраз уақыт өткен соң басқа адам байлыққа, мықты денсаулыққа, ақшаға, атаққа ие болады. Себебі екі адамның энергиясымен өмір сүре бастайды. Біз енді не істей аламыз? Біріншіден, саналы түрде назарымызды өзімізге аудару, қалаған өзімізге шабыт беретін іспен айналысу. Екіншіден, оймен жұмыс, үнемі сезімдерді, ойларды қағаз бетіне түсіру, жазу барысында мен не қалаймын деген сұрақты жиі қою. Үшіншіден, кітап оқуды әдетке айналдыру. Тек мотивациялық жанрды таңдаңыз, себебі сіздің өмірге, жетістікке махаббатыңыз арта бастайды. Төртіншіден, денемен жұмыс, би, йога, спортты жаттығуларды күнделікті жасауды қолға алу. Бесіншіден, барлық жағдайдың шешімін Аллаға тапсыру. Алла бәрін көруші, естуші, сондықтан әр пендесін тәубеге келтіреді. Адам ең бірінші бұл өмірде өзін кешіре алмайды. Дер кезінде қорғай алмаған үшін, айтатын сөзін басқаның көңілі үшін айтпағаны үшін. Бұл тым тәрбиелі отбасынан шыққан балалардың көретін қиындығы десе болады. Реніш, ашу сізге ғана қиындыға келіп жатыр. Өзіңіз үшін сол жүктен қалай да құтылуға тиіссіз. Саналы түрде әрекет етіңіз. Кешірген адамды не істейміз? Дым болмағандай араласа береміз бе деген сұрақ мазалайды. Оның жауабы тіптен оңай. Сіз қаламаған ортада, сыйламайтын жерге, өзіңіздің сезіміңізге қарамай баруды қоюға толықтай құқылысыз. Айтқыңыз келмеген сұраққа жауап бермеу өте дұрыс екенін ұғынуға тиіссіз. Егер де сіз басқалар үшін маңызды болсаңыз, келесі жолы сізбен дұрыс қатынас орнатуға тырысатын болады. Ал жағымсыз жағдай жиі қайталанатын болса, демек сізге ол ортадан бас тартып, өзіңізді көп араласпауға үйрету керек. Себебі адамның ойлау жүйесі өзіне деген жақсы да жаман қатынасқа үйренісіп кетеді. Алғашында бір нәрседен құр қалғанда жетіспейтін күй кешесіз. Ол қалыпты жағдай. Кейін өзіңізге деген сезімдер оянған кезде өмір өзіңізбен керемет екенін ұғасыз. Алла тағала әрбір жаратқан пендесін бір-біріне ұқсамайтын, түрлі етіп жаратуы тегін емес. Ендігі өміріңіз адамзатқа қандай пайда келтіре аламын, бұл әлемге не беруім керек деген әрекеттер болуы тиіс.